Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге Indiegogo сайты арқылы тәбіл бекітуді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдау кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар көрсететін боламын. Ең алдымен Google-ға Indiegogo деп жазып аласыздар және ең бірінші шыққан автоматизированный сервис Indiegogo дегенді таңдап аласыздар. Әрі қарай жоғарыда шығып тұрған профиль деген таңдайсыздар. Және бұл жерде сіздерде бірінші қадам шығады. ЖСН номерлеріңізді жазасыздар бұл жерде. Және екі жерге галочка қоясыздар. Мен тараптардың жауапкершілігі туралы келісемін деген жерге және мен деген жерге екіншісіне жалғастыру деп басасыздар. Ары қарай өздеріңіздің құпия қойған сөздеріңізді жазасыздар. Осы жерде егерде ұмытып қалсаңыздар, құпия сөзді ұмытып қалу дегенді басып өздеріңіз жаңадан қойсаңыздар болады. Пароль қойсаңыздар болады. Және E24KZ деген приложениеге тартып аласыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп аласыздар. Міне сол жерге сіздерге код келеді. Кодты осы жерге жазасыздар. Номерлеріңізге келген кодты. Міне өздеріңіздің личный кабинеттеріңізге кірдіңіздер. Бұл жерде жоғарыда тұрған жеке кабинетке кіру мәзірін таңдайсыздар. Төменге қарай түсесіздер. Бұл жерге сабаққа қатысу тәбілдер деген таңдайсыздар. Төменге қарай түсесіздер. Міне тәбілдерді бекітілмеген болса өз жерден шығады. Бізде қазір бұл жерде тәбіл бекітілген және екінші адамға бекітуді көрсететін боламын. Балаңыздың атын басасыздар, төменге қарай түсесіздер. Міне егерде тәбілдеріңіз бекітілмеген болса, тәбілді бекіту қажет деген шығады. Тәбілді қарау дегенді басасыздар, төменге қарай түсесіздер. Міне осы жерде сабаққа қатысқан күндері және барлық жұмыс күндері жазылып тұрады. Жоғары жақта тәбілді бекітіңіз деген жерге, осы жауапкершілік деген жерге галочка қоясыздар да бекітуді растаймын деген басасыздар. Тәбіл дұрыс толтырылғанмен келісемін деген жерге батырманы басасыздар. Сіздерде E24KZ приложениесіне тағы да код барады. Сол кодты осы жерге жазасыздар. Және жіберу деген батырманы таңдайсыздар. Осылай өздеріңіздің балдарыңыздың тәбілдерін бекіте берсеңіздер болады.